Біз осы кездесуге өзіміздің жобамызды алып келдік. Біздің жобамыздың тақырыбы тағамдық жасыл желектерді топырақсыз жасанды ортада өсіру, яғни гидропоника жүйесі. Мысалы бізде ауданымызда топырақ эрозиясына ұшыраған жерлер, су тапшылығы бар жерлерге, мысалы бізде өсімдіктер өспейді. Ол жерлерге біз осы гидропоника жүйесін дамытып, үлкен ферма ашсақ, сол жерлердегі тұрғындарды, мал шаруашылығындағы адамдардың малдарын, мысалы өсімдік жоқ қой, жетіспеушілігі, солармен қамтамасыз етіп отыруға мақсат қойдық біз. Осы кездесу өте жоғары дәрежеде өтіп жатыр, бізге қатты ұнады. Жалпы біз осы жобаға келу арқылы басқа балалармен танысып, олардың жобаларымен танысып, бір-бірімізбен тәжірибе алмастық деп айтуға болады. Бірнеше балалардың жобалары бізге өте қатты қызықтырды. Болашақта сол жобаларды мектебімізге алып дамытсақ деген ойдамыз. Өзіміздің оқушыларымызға, кіші балаларға да үйретіп, осы жобаларды болашақта қайтадан келуге деген мақсатымыз бар.